Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін мега шоколадты қамыр қопсытқышсыз жасалатын рулет жасаймыз. Ең алдымен 3 жұмыртқамызға 1 шымшым тұз сеуіп миксерлейміз. Қантымызды сеуіп миксерлеп аламыз. Біздің жұмыртқалы масса осындай үлпілдек болып шығу қажет. Ұнымыз бен какаомызды електен өткізіп, қамырымызды отырғызып алмай, жайлап араластырып аламыз. Пергамент қағазы төселген противенге қамырымызды жайғастырып жаямыз төртбұрышты қылып. Мен әсел пеште пісіріп алдым. 230 градуста 10-15 минутта піседі. Екінші пергамент қағазын алып, бетіне жауып, рулет қылып орап аламыз. Оны ысылай істеп алуымыз қажет. Енді кремін дайындаймыз. Сүтімізді құйып, шекерімізді салып, және жүгері крахмалын салып, салқындай араластырып аламыз. Осыны қоюланғанша ыстып аламыз. Мінекей қоюланды. Тездетіп салқындатып алу үшін басқа ыдысқа құйып аламыз. Бетін пищевой пленкамен контакт жауып қоямыз. Беті кеуіп қалмас үшін. Біздің жаңағы креміміз салқындады. Сары майымызды миксерлеп аламыз ағарғанша. Үстіне жаңағы жүгері крахмал қосылған кремді салып, тағы жақсылап тұрып миксерлейміз. Какаомызды сеуіп, 1 келкі крем болғанша миксерлеп аламыз. Креміміз дайын, мінекей. Рулетімізді ашып, кремді жағамыз. 1 келкі етіп. Рулетімізді ораймыз қайтадан. Бетіне 50 грамм шоколад және 20 грамм сары майды ертіп алдым. Осылай жағып, холодильникке 10-15 минутқа салып қоямыз. Мінекей біздің рулетіміз холодильниктен шықты. Әрбір кескен сайын пышағымызды сүртіп отыруды ұмытпайық. Мен жаңа ұмытып кеттім.
Сол кезде біздің рулетіміз әп-әдемі болып кесіледі. Шайларыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда әлі Алла қаласа басқа да рецепттер болады.